Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі сабағымызда біз ағылшын тіліндегі етістіктердің, олардың беретін мағыналарына қарай негізгі екі түрге бөлінетіндігі жайлы айтып өтеміз. Ағылшын тіліндегі етістіктер олардың сипаттайтын іс-әрекеттеріне қатысты негізгі екі түрге бөлінеді. Біріншісі action немесе dynamic verbs. Аты айтып тұрғандай, аталған етістік түрлері қимыл қозғалысқа қатысты іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, make, cook, go етістіктері, бұлардың барлығында да бір адамның бір жерден екінші бір жерге орын ауыстыруы немесе қандай да бір қимыл қозғалысқа келуі жайлы айтылады. Сол себепті бұларды қимыл қозғалыс етістіктері деп атайды. Екінші етістік түрлері олар non-action немесе state verbs деп аталады. Атайтып тұрғанда олар адамның ішкі жан дүниесін, көңіл күйін, жай күйін сипаттау үшін қолданылатын етістік түрлері. Мысалға agree келісу, немесе like жақсы көру, know білу, want қалау. Бұлардың барлығы байқаған болсаңыздар, адамның өзінің ішінде орын алатын процестерді, сезімдерді сипаттау үшін қолданылады. Action және non-action етістіктерінің бір-бірінен және бір айырмашылығы, action яғни қимыл қозғалысты білдіретін етістіктер simple формада да, continuous формада да қолданыла береді. Мысалға, she speaks fast, ол тез сөйлейді. She is speaking fast, ол қазір тез сөйлеп тұр. Ал non-action, яғни адамның ішкі жан дүниесін, сезімін білдіретін етістіктер көбіне simple формада ғана жазылады. Мысалға, I want to fly, менің ұшқым келеді. Біз еш уақытта I am wanting to fly деп айта алмаймыз. Кейбір non-action етістіктерінің сөйлемде continuous формада да қолданыла беретін кездері болады, бірақ ол кезде сөйлемнің мағынасы түбегейлі өзгереді. Мысалға, Марат has a домбыра, Мараттың домбырасы бар. Егер біз Марат is having lunch дейтін болсақ, Марат түстеніп отыр деген мағына шығады. Бұл жерде having орысша айтқанда иметь емес, тамақтанып отыр, яғни іс-әрекетті білдіретін күйге енеді. Екінші етістік, be етістігі, simple формада біз расставлять is serious. Расставлять орысша айтқанда серьезный деп айтсақ болады. Егер continuous формаға көшетін болса be етістігі, онда расставлять is being serious деген сөйлем шығады. Бұл жердегі расставлять is being serious деген сөйлемнің мағынасы расставлять дәл қазір орысша айтқанда серьезный болып отыр, ал негізінде ол ондай емес деген сияқты мағына пайда болады. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да тақырыптарды қамтитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше